9-шы трек. Сонымен қатар барымтаның мәні бір ғана аңыз бен ескілік ұғымға негізделген. Криминал фактыға емес, осы сөздің алапат дыбысын негізге алып отырып, сонда осы біздің криминалистика барымта деп нені айтады екен? Барымта мәселесі анықталмаған, сондықтан оған дұрыс түсінік алу да мүмкін емес. Облыстық басқарма бірнеше жылдан бері приказдан осы жұмбақты шешуді талап етіп келеді. Бірақ одан да қайыр болмады. Облыстық басқарманың стряпчийі Кондратович мырза барымтаны кісі өлтіріп, мал айдап кету деп түсіндіреді. Әрине, бұл түсінік бар болғаны тапқырлық жорамалақ болар. Біз барымтаны қазақтың өз ұғымымен түсіндіріп көрейік. Қазақта барымтаға кейде заң жүзінде рұқсат етіледі. Ұрлыққа, тонауға, мал айдап кеткенге айып төленеді, ал барымтаға ештеме төленбейді. Барымта дегеніміз қайтарылатын қалың мал, төленетін құн үшін құныкер адамның малын немесе затын жалпы өзгенің жеке меншігін тартып алу. Ертеде былай да болғанды. Күшті рулы қазақ өзінен әлсіз қазаққа кісі өлімі үшін құн немесе тіл тигізіп қорлаған үшін айып төлемеген. Кісі өлтіріп құнекер бола тұра немесе кешірілмес қастық жасай отырып сотқа шақырғанда келмегенде. Сонда ру мәжілісінің ұйғарымы бойынша қорланған, зәбірленген адам барымта алуға аттанып, ауылын шауып, менменсіген өркөкіректі бас идіреді. Екі жақ келісімге келген соң ешқандай айыпсыз барымталанған малының шырқы бұзылмай қайтарылады. Барымда тапатай тал түсте қажет болған жағдайда күшпен немесе жасырын түнделеп жасалады. Жасырын барымталанғанда 3 күннен қалдырмай егескен адамына мәлімдеп, не үшін жасалған себебін айту керек. Өйтпеген жағдайда барымтасы ұрлық саналады. Әдейі жариялап барымтаға шыққанда қарсы жақта дайындалып, айбат көрсетіп, жанжал төбелеске ұласып, кісі шығыны да болатыны. Әрине, мұның бәрі малды айдап әкету болғандықтан қылмысты істеп айыпталмайтын. Малды тонау дегеніміз ешбір себепсіз, сылтаусыз, тек пайдақорлық, ашкөздік мақсатпен жайбарақат, қаперсіз қазаққа жасалған шапқыншылық, тонау, айуандық. Қазіргі кезде барымта қарызын қайтарып алу, төленбеген қалың малдың қарымын қайыру мақсатымен көбінесе жасырын ұрлық жолымен жасалады. Әрине, барымта озбырлық нышаны болғандықтан біздің үкімет оған шыдай алмайды. Бірақ халықтың барымтаға деген, ескі әдет-ғұрыпқа деген көзқарасына үкіметтің қатал қарауы, әсіресе барымтаға аса маңыз беріп отырғаны әділеттік емес деп білеміз. Біздің ойымызша жасырын барымтаны, ұрлық барымтаны ұрлықтың түрі ретінде билердің сотына түсіру керек те, ашық жария барымтаға кешіріммен, яғни жеңілдеу қарау керек. Егер кісі өлімі болмаса, барымтаны би сотына неге бермеске? Өйткені бұл да мал тонау ғой. Барымта қалай болғанда да, қазақтар басқа да қылмысты істері мен кінәлері үшін сотқа тартылып келген. Әлі де империяның жалпы қылмыстық заңымен соттала бермек. Қазақ болысында сот орнын белгілеу, жергілікті жағдайдың ерекшелігіне байланысты кейбір қиындықтар туғызып отырған жай бар. Енді сол істі қарастырып көреміз. Қазақтармен бұл жайында кеңескенде олар бір ғана бағыт ұстап қалайда қылмыс соты олардан жырақта болуын қалады. Мұндай қылмыс істері өз орталарында некен саяқ болатынын сылтауратып, соттың кеңсесін Ақмолада құруды ұсынды. Кейбіреулер омбы болсын десті, бірақ Яценко мырза мұны құптамады. Шынтуайтында біздің облыста сотта шешілетін қылмысты іс бұған дейін өте аз болды. Соңғы 3 жылда облыстық басқарманың ревизиясына төмендегідей іс түсті. 1861 жылы 45, 1862 жылы 27, 1863 жылы 39, барлығы 111. Осы деректер Көкшетау приказынан 1861 жылы 31, 1862 жылы 7, 1863 жылы 13. Атбасар 1861 жылы 1, 1862 жылы 3, 1863 жылы 2. Ақмола 1861 жылы 3, 1862 жылы 5, 1863 жылы 4. Баянауыл приказынан 1861 жылы 2, 1863 жылы 5, 1863 жылы 4. Қарқаралы приказынан 1861 жылы 8, 1862 жылы 7, 63 жылы 4.
Барлығы 1861 жылы 45, 1862 жылы 27, 1863 жылы 37. 111 істен шешілгені: 1861 жылы 34 іс, 1862 жылы 35 іс, 1863 жылы 34 іс, барлығы 103 іс. Сотта қаралып біткен істің қатарында 43 қылмыс ғана шешілгенін айта кеткен жөн болар. Қазақтар мен дала станицаларын мекендейтін орыстар үшін әкімшілік сот қарайтын болар болмас іс үшін сотты Ақмолада құрудың қажетсіздігін былай қойғанда ақшаны босқа шашу емес пе? Егер бұл сот кейбір адамдардың ұсынысы бойынша көшпелі жасалса, қазынаның шығынына қоса қазақ үшін де өте ауыртпалық туғызары хақ. Жәмшікке лау беру өткен ғасырдағы орыс халқының үкіметке қарсылығының басты бір себебі екені тәжірибеден белгілі. Сібірліктер мен Сібірдің бұратана халықтары исправник, заседатель мен поптарға көлік берудің ауыртпалығын осы күнге дейін айтады. Қазақтарда лау беру ешбір жүйесіз, тәртіпсіз жүргізіледі. Көптеген чиновниктер 40-60 атқа дейін лау алып, лаушыларға ақы төлемейді. Сылдыр құрғақ уәдемен шығарып салады. Мұндай кереметтерді жеке адамдар да жасайды. Кейбір майорлардың, қазақтар орыс чиновниктерін осылай атайды, алған көліктерін иесіне қайырмаған жағдайы жиі ұшырайды, құрғақ уәде де бермейді. Осындай пікірлерді қорыта келе, біздің қыр үшін арнаулы сот құрудың қажеті болмас дейміз. Омбыда әйтеуір белгілі бір дәрежеде сот құрылатын шығар. Географиялық жағдайына қарағанда ол қала Ақмоладан кем емес. Егер шу мен сарысуды жайлап жүрген бағаналылықтарға Ақмоладан жырақ болғанмен өзге халқы тығыз округтарға жақын әрі ыңғайлы. Қалай дегенде де қазақтардың соты өз болысында қабылданғанынан гөрі сотқа Омбыға барғаны әлде қайда тиімді. Присяжныйларды сайлау мәселесі жайында. Бұл адамдарды сайлау жайбарақат өтуіне сену қиын. Және оның атақты адамдары мен рулық жақсы жаман көзқарастарының ықпалынан секем алмауға болмайды. Сондықтан бұл қолайсыздықтан құтылу үшін присяжный сайлауын сот алқасында өткізу керек. Яғни, өткен жылы қандай да болмасын іс қараған билердің тізімін алып, солардың ішінен жеребе тастап присяжный сайлау керек. Егер қырда ерекше сот округін құрмаудан түсетін пайданы еске алсақ, онда сот сессиясы өтетін кездегі присяжныйларды күту шығыны түкке тұрмайды. Сот реформасы жайындағы хатымды аяқтай отырып, одан маңызы кем емес халықтық мәселеге, дін турасындағы мәселеге тоқталмай кете алмаймын. Өйткені енді бұл мәселе сотқа біраз байланысты да болады. Сот реформасы жайында пікір сұрағанда Көкшетау округінен өзге біздің облыстың бар округінің қазақтары мынадай ұсыныс жасады. Қазір молданың қарауына берілген некеден ажырату ісі бұрынғыдай билігіне берілетін болсын. Халықтың наразылығын тудырған бұл жағдай қазір біз қарағалы отырған тарихи фактілерге байланысты. Орыстың қол астына көшкенге дейін қазақтар есімімен ғана мұсылман саналып, Мұхаммед үмбетінің ерекше сүннит тармағына сыйынды. Мұсылман заңын қазақтар ешқашанда қабылдаған емес. Бұл қазақ даласына үкіметтің қолдауымен сырт бұйрықтың бюрократтық ағымымен енгізілген. Халықтың өзі толық қабылдамаған исламды уағыздаудың орыс үкіметіне қандай қажеті болғанын білмейміз де, тіпті түсінбейміз де. Сібір даласындағы Мұхаммедтің апостолы Ұлы Спиранский болды. Ол молдаларды тағайындап, округтық приказдарда мешіт салдырып, татар училищелерін ашуға ұйғарым жасады. Бізді қайран қалдыратыны сол, Спиранский өзінің мекемесі жайында айтқанда қазақтар есімімен ғана мұсылман, сондықтан оларды христиандыққа, тағы да басқа дінге айналдыру оңай. Бұл салауатты, ақылды адамның осындай надандық, тағылық ілімді уағыздаушы, таратушы болуына не зор келді екен? Осы кезге дейін Россия империясының қол астына келген халықты дінсіз деп қарау немесе Россияға бағынғандарды ресми түрде діни бөлшектенушілер деп қабылдауы болды. Мұсылмандарды да жақтыра қойған жоқты. Бірақ қазақты христиандыққа айналдыру саяси жағдайға сай келмейтін еді. Ол заман өтті. Прюдеризм мода емес.
Орынбордың шекара бастықтары өз қол астындағы қырда исламды уағыздауға кедергі болатын шаралар көптен бері жасалуда. Онда татарларға молда болу емес, қырда қазақтардың арасында ұзақ тұруға рұқсат етілмейді. Ал біздің Сібірде үкімет мұсылмандықты бұрынғыдай қамқорлық қалды. Соның арқасында біздің облыста ислам ауа жайылып, етек алып отыр. Бүкіл қырға татардың шала молдасы көбейіп, Орта Азиядан шыққан әулиелер қайтып кетті. Біраз уақыттан бері шекаралық округтарға дәруіштік жолды тұтқан күрд, ноғай, түріктер келе бастады. Шетелдік мұсылман кезбелерінің, әсіресе татар семинаристерінің, мен бұларды әулиеге нағыз табынушылар деп білемін, мүддесі қазақтарды соқыр наныммен шырмап, дінге бас шұлғыту. Әрине мұндай кезде бұл қарттардың, қажы мен дәруіштердің де жағдайы жаман болмайды. Бұл насихат көп жағдайда едәуір өрістеді. Баянауыл Ішінара Қарқаралы округының қазақтары жаңа бет бұрғандарға тән құбылыспен екіжүзділікке ынтасауды. Онда жергілікті бұратана әкімдерінің қамқорлығында Бұқарадан, Қоқаннан келген қожа, ишандар көбейді. Бұл сұмырайлардың бірі келіп, бірі кетіп, сапырылысып жатты. Орыс үкіметі біздің өнегелі тәрбиемізді сеніп тапсырған татардың діни ағзамдары біздің пиғылымыз бен ниетіміздің азғындауына әсер етті. Пара алды, екіжүзділікке үйрету, Орта Азиялықтармен қосылып аңқау қазақты алдап соғуда. Аңқау елге арамза молда деген осы. Татардың діни ағзамдары мұсылманның кезбе сұрқияларына өне бойы қамқорлық жасап, олармен жалпы ұғымға келіп, тіл тапты. Бұған Мансұровтың ісі дәлел бола алады. Онда көрсетілген молдалардың бәрі де онымен тілдесіп тұрған. Көпшілігі өздерін оның мүриді санаған. Содан кейін біздің қырда діни орындар кімнің қолына берілген? Қазақ халқының діни өнегесі, діншілігі кімге тапсырылған дейсіз? Мұндай қоғамдық қиын мәселеге сот қатысы, некенің ісі қалай екенін білу керек болар. Бізде молданың көпшілігі татарлар. Олар шетінен алдамшы келеді. Бұлар өз жазуын әрең игерген, барып тұрған білімсіз дүмшелер болса да, рахымсыз қараңғылыққа, тағы нанымға шырналған тақуалар. Барлық жағынан алып қарағанда қараңғылық тұңғиығына түскен шандар. Молда болу үшін Уфада тұратын татар муфтиінің алдында емтихан тапсыруы керек. Бірақ емтиханнан сүрінбей өту біліміне байланысты емес, пұлына, пешкеш байланысты. Пешкеш сый, сауқат. Дүниеде орыстың мұсылман ағзамдарынан өткен парақорлар бар ма екен? Россияның ең жоғарғы мұсылман діни ағзамының қолына ақша ұстатпай тұрып, өтініш айтуға болмайды. Уфадағы мұсылманның діни жиынына қатысқан бір башқұрт былай дейді. Мұнда муфтиден бастап хатшының, қазының және хосни хатшының да аузын алу керек. Татар халқына біздің татар молдалары жайында айтқандарымызды растайтын көптеген келемеш әңгімелер, мысқыл мәтелдер бар. Бірақ очеркімізде діттеген ойымыздан ауа жайылмау үшін оның егжей-тегжейіне тоқталып жатпадық. Татар поптарының білімсіздігін, рахымсыздығын, опасыздығы мен дүмшелігінің 100-ден 1-ін сипаттап жеткізе алмадық. Қысқасы, біздің сипаттамамыз жұтаң болғанмен факті бұлтартпайды ғой. Енді Сібір қазақтарының облысындағы қазірде ешбір бақылаусыз молдалардың қолына берілген халық ағарту ісіне тоқталайық. Бұл біз жоғарыда әңгімелеген мұсылмандық пен дінге қызмет етушілердің кейбір істерін айқындай түседі. Біздің облыстың әр ауылында көшпелі мектеп бар. Ондағы мұғалімдердің басым көпшілігі татар молдалары немесе семинаристер. Көкшетау, Атбасар мен Ақбола округінде татарлар басым. Ал Баянауыл мен Қарқаралы жақта кейінгі кезде оларды Орта Азиялықтар ығыстыра бастады. Татар діни ағзамдары қазақ жастарын қалай тәрбиелеп жатқаны жайында түсінікті болу үшін бір ғана мысал келтірсек жеткілікті болар. Петропавл қаласын қоныстаған мұсылман халқы арасында мынадай мәселе туды. Карта ойнау күнә ме? Күнә болса қандай дәрежеде? Осындай сауалмен ғұлама мәмлеге тіл қатқанда ол бақашы өзінің киелі кітаптарын ашып жауап іздепті де, мұсылмандарды бірімен бірінің карта ойнау үлкен күнә, ал орыстармен ұтыс пиғылмен ойнау джихад ретінде ойнау зауал. Пайғамбардың үмбеттеріне қалдырған өсиетін орындау дін үшін атсалысу. Профессор Березин өзінің 50-ші жылдары Отечественная записка журналында жариялаған мұсылмандық жөніндегі танымал мақаласында мұны өте айқын дәлелдеген.
Құран сөзінің негізіне және өсиет кітабына сүйене отырып, мұсылмандық пен білімділік біріне бірі қарама-қайшы, әуелі бірін-бірі жоққа шығарады. Мәселен, Мұхаммед 7 аспан, яғни планета аумағы бар дейді. Олай болса, мұсылмандар Птоломейден бергі астрономиялық жаңалықтардың бәрін жоққа шығару керек қой. Олай жасамаған күнде дінге деген сенімінен айырылады да. Мұхаммед замандағы космологиялық, медициналық наным мен аңыздарды өзінің іліміне енгізді де тәрбиелік ғылымды қаңтарып тастады. Дегенмен арабтар арагідік математикадан қол үзбеді. Өйткені Мұхаммед математиканы білмеді. Сондықтан оны іліміне қоспаған еді. Арабтарға Юркевичтің философиясы ұнады. Өйткені ол бәріне де жанасуға, әуелі Мұхаммед іліміне де қолайлы еді. Кейбір исламды жақтаушылардың ойлағанындай, Мұхаммедтің ілімін тазарту мүмкін емес. Оған ешқандай да реформа жасалмайды. 6 ғасырдағы көшпелі арабтардың сол замандағы спиритуалистердің, життердің, парсы сиқыршыларының әртүрлі көзбояушылығына, тағылық нанымға иланған діннен қандай қайта дамуды күтуге болады? Егер түріктер мен парсылардың исламы осындай жағдайда болғанда, мұсылмандық дінде пуританизм тәрізді орын алып тұрған татар исламы қандай болмақ? Татарлар поэзияны, тарихты, математиканы, философияны, барлық жаратылыстану ғылымын, адамның санасын арбау деп жоққа шығарады да, бір ғана мұсылман схоластикасы мен бақасшылыққа ғана сүйенеді. Татар тілінде мракабестік сарынына түспеген бірде-бір кітап жоқ. Татарлар қазақ даласында өздері сияқты пақырларды тәрбиелейді. Бірақ халықтың жас буыны олардың көрсоқыр ықпалына оңайлықпен көне қоймайды. Қазақ жастарының Орта Азия елдерімен тікелей қатысы, әрі татарша хат тануы олардың түрік тілінің шағатай диалектісінде жазылған роман, повесть, поэма мен ертегілерді оқуға мүмкіндік берді. Шағатай әдебиетінің эпикалық, балетристикалық шығармаларынан Шәміл ілімінің сарыны немесе Горацийдің Лигуринтке айтылған одасына ұқсас немесе өзгеге қатысы жоқ шығармалар. Әрине, еркектің еркекке құмарлығын жазған романды оқу өнегелік емес. Зиянды екенін, сананы, ойды қиял шатпағына шырмайтын құрғақ қиял сарынымен жазылған кітаптан пайда жоқ екеніне зерделі адам дауласпайды. Бірақ батырлық тақырыптағы романның одан да зиянды екеніне бұлардың бірі де сенбейді. Бұхарада Мірхайдар әмірлік жүргізіп тұрғанда Әбу Мүсілім атты батырлық жырды көпшіліктің алдында жария оқуына тыйым салынды. Өйткені оны тыңдаған адамдар діни нанымға еліккені соншалық, дін жолында шейіт болу үшін топ-тобымен Парсы еліндегі соғысқа аттанған. Татар ағартушыларының қазақтарға берер жемісі осы. Бірде-бір шындық нышаны жоқ. Адам нанғысыз фантастика, өлі схоластика. Бұл шектен асқан құбылысқа мынадай жағдайды қоса айтқан жөн болады. Араб тілінде жазылған Құран сөздерін, оның діни сандырақтарын тәржімаланбай немесе түсінік берілмей сол жұмбақ күйінде жаттату, яғни қазақ балаларына санамен емес таяқпен жаттату жүргізді. Еті сенікі, сүйегі менікі дейді. Білім, ілім алуға молдаға баласын берген қарапайым қазақ. 1860 жылы Северная Пчелада жас қазақ Бабажанов мырзаның Бөкей ордасындағы татар мектебіндегі ілімнің барысын қарапайым тілмен айқын сипаттаған. Бұл фактінің ұтымдылығы Бабажанов мырза Мұхаммедтің үмбеті әрі Северная Пчеланың тілшісі болғандықтан, мұсылмандықтың туын ұстаушы ретінде татардың ағарту ісіне қасы емес шығар деп ойлаймыз. Біздің бастықтарымыз бұған дейін барымтаны қудалап, мал ұрлаушыларды іздестіріп, қысқасы қазақ халқын тәртіпке түсіру жағын ойлады да, қазаққа білім беру жағына онша назар аудара қоймады. Молдалардың, кезбе дәруіштердің істерін бақылауға мұршасы болмады. Бірақ әлде болса да істі орындауға болар, жөні де келер. Үкіметтің неке және некеден ажырату істерін молданың қолына тапсыруына себепші болған қазақтардың дөрекі әдеті қыздарын ерге жас кезінен, көбінесе олардың ырқынсыз ұзатуы ғой дейміз. Қазақтар кейде бесіктегі нәрестесіне құда түсіп үкі тағатын. Біздің ойымызша бұл әдетті мұсылмандық діни ағзамдардың қатысынсыз-ақ жоюға болады. Қазақтардың қыздарын балағатқа толмай, яғни белгілі жасқа дейін ұзатпауға, әрі ұл қыздарын өздерінің
келісімінсіз зорлай қоспауға, тағы да басқа мәселелерге тыйым салып, бұл тәртіпті қадағалауды аға сұлтандар мен болыстарға міндеттеу жөн болар еді. Полициялық бақылау заманның ағымы мұны жөнге келтірер, бірақ оған да біраз уақыт керек болар. Некелік жайында төпелеп түсіп жатқан шағымдарға қарағанда, халықтың заманнан орныққан әдетіне мұсылман шариғаты да мүлдем дәрменсіз болып отыр. Біздің қырда көбіне молдалық міндет атқарып отырған татарлардың рахымсыздық, білімсіздігін және қандай да болмасын ультраклерикалдық бағыттың халықтың әлеуметтік дамуына тигізетін жат әсерін ескере отырып, молданың ықпалын әлсірету және діни фанатизмді қалыпқа келтіру үшін әрі халықтың талабын орындау мақсатымен неке және некеден ажырату ісін бұрынғыдай би сотының билігіне берген жөн. Онсыз да мұсылмандық некеде құпиялық та, жұмбақтық та сыр жоқ. Теологиялық рухқа ие болу да Европа халқының өсу жолында да ең кесепатты жағдайды басынан кешірді. Әкімшілік реформа жөнінде әңгіме жоқ. Сондықтан көптеген себептермен біз үшін жанды мәселе болғандықтан оны қозғаймай-ақ қоялық. Қазақтар үшін әкімшілік көкейкесті мәселе, сондықтан оған немқұрайды, атүсті қарай алмайды. Біздің облыстың әкімшілігіне реформа жүргізгенде Орынбор даласын басқару ісіне ұзақ жылдан бері сыннан өткен ой-пікірлер ұтымды кәдеге жарайма деп ойлаймыз. Орынбор басшылығының оның артықшылығы мен кемшілігін байқайтын уақыты болды ғой дейміз. Орынбор дала басқармасының негізгі кемшілігі орда чиновниктерін халықтың сайлауымен емес, шекара бастықтарының қалауымен сайлауында. Орта жүз қазақтарына басшыларын сайлауға берілген праваның ішінде біз бағалай білетін права да бар. Бірақ соны қалай болса солай әділетсіз пайдаланып отырмыз. Олардың бергі бетіндегі қазақтардан түтін салығы ғылыми тұрғыдан қарағанда дұрыс жиналмайды. Халыққа ауыртпалық келтіріп отыр. Бұл салық былайша қарағанда айтуға да тұрмайтын болғанымен, біздің кейбір шекаралық әкімдердің белгісіз бір ойға еліктегені соншалық, мұны біздің қырда да қолдануды ойласты. Сібір қазақтарының мал басына қарай төлеп отырған жасақ салығы бірден бір дұрыс әрі орындалуы да мүмкін, салықтың соңғы теориясына сай көшпенділерге пәлендей ауырлық келтірмейтініне күмән жоқ. 28 февраль 1864 жыл омбы.